Құрметті Аяз ата, құшақтап, қаламдаштап және бақытау үшін рахмет. Қазір түн ортасы, сондықтан сізді оятпадым деп ойлаймын. Бірақ шынымды айтсам, бұл өте маңызды. Менің қабылғамда сіз атпал. Шалын тәте, бұл жай ғана жалғыз дейді. Бірақ мен бұл дұрыс емес екенін білем. Өйткені түнде сол жақтан дауыстар естіледі. Сондықтан өтінемін, оны жөндеуге біреуді жіберіңізші. Бәлкім полицейді немесе. Қазір келемін. Рахмет, Аяз ата. Маған алма берші. Менің ойым тек алмады. Маған алма ұнайды. Қарным ашқан сияқты. Менде бұндай сезім бұрын болып көрмеген. Қатты алма жегім келіп тұр. Вау! Мынаған қара. Жағдайыңыз жақсы ма? Мен кітапханаға дейін өте алыс жерден құладым. Қайтып шығу оңай болмады. Түні су ғой. Мен бассейнде болдым. Кітапханада болдым дедіңіз. Ол жерде бассейнде болған. Сіз полицейсіз ба? Не болды? Полицейді шақырып бедің? Менің қабылғанда сіз атпал. Ол қандай сіз ат? Ай! Жағдайыңыз жақсы ма? Жоқ, бәрі жақсы. Мен жақсымын. Мұның бәрі қалыпты жағдай. Сіз кімсіз? Әзірге білмеймін. Әлі дайындалып жатырмын. Бұл сені қорқытады ма? Жоқ, бұл бүттілі көрінеді. Жоқ, қабырғадағы сызатты айтамын. Я. Ендеше, уақытты босқа өткізбейік. Мен доктормын. Менің айтқанымның бәрі орында. Ақымақ сұрақтар қойма және миымды ашытпа. Жағдайыңыз жақсы ма? Қорытынды жасауға әлі ерте.